Бәрі сәлем. Бүгін 39-ға жасаған превьюден шолу жасаймыз. Мен алдында қалай жасалды деп жүрдім, осы шолу жасауға тырысамыз. Кеттік. Бізде осындай сурет берілген, қарап тұрсаңыздар, қисық орналасқан, оны түзетуіміз керек. Перспективасын. Одан кейін бізге керекті ризуха, ажма барлығын фотосын қоямыз. Оларды артық фонға жібереміз. Сосын міне көріп тұрсаңыздар, алдындағы судың маскамен алдыға персонаждарды шығаруға тырысамыз. Сосын бізге қайық және де оның толқыны көріну керек судағы. Одан кейін артқы фонды қара қылдырамыз. Сосын общий света коррекция жасаймыз, барлығы жарық көріну үшін. Сосын сары жарықты қосамыз. Сары жарық міндетті түрде әрқашанда мен соны қолданамын. Сосын біздегі текст және де Өзбекстанның жазуы мен туғанын қосуымыз керек. Одан кейін ең соңғы финально светокоррекция жарық қылдырамыз. Одан кейін шум және де ең соңғысы нені қосамыз. Әрине качество четко көріну үшін нені қолданамыз. Қалай четко көріну үшін не деп айтушы еді? Атын ұмытып соны қолданамыз. Жазуға 39-ын көрсеттім, қалай жасалғанын. Егер түсінбей отырсаңыздар, фильм көріп келдік деп ойлап отырсаңыздар, бұл ешқандай фильм емес. Мен 27 сериядан бері превьюдер жасап жүрмін. Сол кейбір сериалдардың қалай жасалатынын көрсетемін. Әрине әрқашанда бір принципті қолданамын. Ол осы. Әрқашанда бір нәрсе. Кішкене ғана айырмашылық болады. Ол жерде проблема әрқашанда суреттерді дұрыс орналастыру, көзге әдемі көрінетіне. Композиция дейді ғой, соны жасау әрқашанда. Достар, видео ұнаса каналға тіркелеміз, лайк басамыз. Болды.